Сәлем достар, сіздермен Ұлданай. Міне бүгін сіздермен дәл осындай әп-әдемі жұп-жұмсақ, нәзік, үлпілдеген тоқаштардың, яғни булочкалардың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Сіздерге тек жақсы рецепттерді ұсынғым келеді. Таза ыдысымызға суымызды, жылы сүтімізді бір стаканнан құйып, үстіне тұз саламыз. 2-3 ас қасық қант саламыз, дрожь саламыз, және бір жұмыртқамызды салып, сұйық май бізде 3 ас қасық керек болады. Барлығын жақсылап араластыратын боламыз, достар. Жұмыртқамыздың толық барлық осы сүтімізге, сұйықтығымызға араласқанын бақылаңыздар. Енді ең соңғысы бізде осы ұнымызды електен өткізсеңіз де болады, өткізбесеңіз де болады. Осылай ұнымызды үстіне салып, жақсылап жұмсақ етіп, қамырымызды илеп алатын боламыз. Естеріңізде болсын, осындай тоқаштарымыздың, булочкаларымыздың, печеньяларымыздың осындай қамыры, тестасы жұмсақ болу керек. Ең бастысы қатты болып қалмаса болды. Енді бетін жауып, ашығанша жылы жерде орап ұстайтын боламыз қамырымызды. Міне қамырымыз 1 сағат болмай менде осылай ашып шықты. Енді осы қамырымызды ыдысымыздан алып, жақсылап бір формаға келтіріп аламыз да, майда-майда осындай кішкентай тоқаштарымыздың формасын жасайтын боламыз. Пышақпен осылай өзіңізге ыңғайлы етіп, кесіп алсаңыз болады. Міне мен сразу осылай формама бірден салатын боламын. Сіздер білесіздер ғой, менде егер пергамент қағаз болмаса, сұйық майды ыдысыма жағамын да, үстіне ұнды сеуіп, осындай заттарымды, тортымды, пирогымды салсам, асты жабыспай шығады. Міне барлық осы булочкаларымызды формасына келтіріп, домалақтап қойдық та ыдысымызға. Енді тағы да 15-20 минут көтерілгенше бетін жауып аламыз. Міне топ-томпақ болып тағы да ісініп шықты. Үстіне жұмыртқамыздың сарысын немесе толықтай бір жұмыртқаны езіп аламыз да, бетіне жылтыратып, осылай әдемілеп жағып шығатын боламыз. Міндетті түрде осылай жағуыңыз керек. Себебі пісіп шыққан кезде беті қып-қызыл болып, әдемі болып тұратын болады. Вид көрсетеді, былайша айтқанда. Міне толық барлығын осылай бетін жағып шығамыз жұмыртқамызды. Енді өзіңіз әсемдесеңіз де болады, әсемдемесеңіз де болады, бетін әдемілеп. Мен осылай бетіне өзім қытырлақ штрейзель жасап алдым. Бұның құрамын описанияға жазып кетемін. Сіз қоссаңыз да болады бетіне, сеппесеңіз де болады. Бұл штрейзельдің орнына сіз мак немесе кунжут сеуіп жасасаңыз да болады, өз қалауыңызша, достар. Міне қараңыздар, қандай топ-томпақ. Қазір пешке салған кезде бұдан да үлкен болып, томпақ болып, томпиып шыға келеді біздің булочкаларымыз. 180 градуста 30-35 минутқа салып аласыздар, одан артық керек емес. Ас болсын, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздермен Ұлданай.